Тексеріс жұмыстары негізінен былтыр жөнделген көп қабатты үйлерде болды. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін тұрғындардың атқарылған жұмыс сапасына көңілдері толмаса, шағымдануына болады. Ал мына Кердері көшесі 129 үйдің шатыры қыста қардың салмағын көтере алмай, опырылған соң күрделі жөндеуден өтті. Бұл енді былтыр күрделі жөндеуден өткен үйлердің бірі, 7 үйдің бірі осы. Кердері 129, бұл үйлердің төбесі 2019 жылы көп қардың салмағынан құлаған үйлердің бірі. Бұл үйдің енді шағымдары түскен жоқ. Төлем қайтаруы бұлардың әр квартира орта есеппен 2000 шамасында. Төлем жаман емес бұл үйден, қайтарым жақсы. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жаңғырту бағдарламасы бойынша 8 жыл ішінде Оралда 106 көп қабатты үй жөнделген. Бұл негізінен жарты ғасыр бұрын салынған панельді 5 қабатты ғимараттар. Тұрғындар мемлекет бөлген ақшаны 15 жыл ішінде бөліп төлеп қайтарады. Этот дом мы делали в конце прошлого года. Ағымдағы жылы 3 үйдің төбесімен инженерлік желілерді қалыпқа келтіріп жатырмыз. 4 лифт жөнделіп жатыр. Ал 2021 жылы 13 тұрғын үйдің төбесімен желілерді жөндеу жоспарланып отыр. Сонымен қатар 6 лифт қайта жөнделеді. Бағдарлама басталғаннан бері тұрғын үйлерді жөндеуге және жаңғыртуға шамамен 1,5 миллиард теңге жұмсалған. Мейірман Нұрманұлы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.